Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus workbook'тың 5-ші модульдегі 38-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. An article about a festival in Italy. Италиядағы фестиваль туралы мақала тақырыбындағы тапсырмалар. Read the article, answer the question. Мақаланы оқы және сұраққа жауап бер. The town of the Perugia is in a quiet part of Italy called Umbria. It is 116 kilometers north of the capital Rome. Umbria is famous for its grapes. Every autumn, thousands of people travel to Perugia, but they don't go to the town and eat grapes, they eat chocolate. Перуча қаласы Италияның Умбрия деп аталатын тыныш бөлігінде орналасқан. Ол елдің астанасы Римнен 160 шақырым жерде солтүстікке қарай орналасқан. Умбрия өзінің жүзімімен танымал екен. Онда мыңдаған адамдар күз мезгілінде барады, бірақ олар жүзім жемейді, олар шоколад жейді екен. The festival is for 9 days every day October. It is an important celebration of chocolate and it is called Euro chocolate. They close the streets and in the old town because there are a lot of visitors. 900,000 people from around the world. Фестиваль әр қазан айында 9 күнге созылады екен. Ол шоколадты маңызды мереке ретінде тойлайды екен, және де оның аты, мерекенің, фестивальдің аты Euro chocolate екен. Олар ескі қаланың көшелерін жабады, өйткені келушілердің саны 900 мыңнан көп адам әлемнен келеді екен. There are hundreds of special shops in the streets. People make chocolate sweets and also cook with chocolate in front of the visitors. Families buy small things in chocolate. Children get chocolate money and perhaps a chocolate animal or a fish. Көшелерде жүздеген арнайы дүкендер бар. Адамдар шоколад тәттілерін жасайды. Сонымен қатар көшеде адамдардың көзінше де жасайды екен. Келушілердің көзінше де. Отбасылар шоколадты, ұсақ заттарды сатып алады екен. Балалар шоколадтан жасалған ақшалар, бәлкім шоколадты жануар немесе шоколадты балық сатып алуы мүмкін дейді. What time of year the festival? Фестиваль жылдың қай мезгілінде болады? It is in the summer. Фестиваль жаз мезгілінде болады екен. Exercise 2. Read the text again, choose the correct answers. Мәтінді оқы, дұрыс жауапты таңда. The people at the festival eat chocolate. Фестивальдағы адамдар шоколад жейді. Бірде A нұсқасы. The festival is for 9 days. Фестиваль 9 күн өтеді. In the old town they close the streets. Ескі қалада көшелерді жабады. Close. In the streets there are a lot of some shops. Көшелерде бірнеше шоколадты дүкендер бар. Демек, төртте B нұсқасы. Exercise 3. Read the text again. Are the sentences true or false? Мәтінді қайта оқы дейді мақаланы. Содан кейін true дұрыс, false бұрыс екенін анықта. Perugia is in a part of Italy called Umbria. True. The festival is in the streets of the town. Фестиваль көшеде өтеді. True. 900,000 families go to the festival.
False, мына жерде отбасылар бармайды, адамдар барады. People cook with grapes at the festival. False, адамдар жүзумен жаңағындай тағам әзірлемейді, иә. False, there is a chocolate money at the festival. Фестивальде шоколадты ақшалар бар. Дұрыс. True. Exercise 4. Answer the question. Сұрақтарға жауап бер. What month is the festival? Фестиваль қай айда? It's on October. Фестиваль қазан айында. What's the name of the festival? Фестивальдің аты қандай? Festival's name is Euro Chocolate. Фестивальдің аты Euro Chocolate. Where are the visitors from? Келушілер қайдан келеді? The visitors are from around the world. Келушілер әлем бойынша келеді екен. What things are there for children? Онда балаларға арналған не бар дейді? Money, chocolate, animals and fish. Chocolate, ақшалы шоколадтар, жануарлар және балықтар бар екен. Exercise 5. Complete the sentences with words for food. Сөйлемдерді аяқта тағаммен байланысты сөздерді дейді. In some countries people eat grapes. Кейбір елдерде адамдар жүзімдер жейді. Бірінші сөзде grapes, жүзімдер. On 21st December at 12 o'clock. Сағат 12-де 31 желтоқсан күні. Демек, бірінші жерге біз grapes сөзін қойдық. A lot of people eat fish on Midsummer Eve in Norway. Норвегияде кейбір адамдар балық жейді екен. Fish, балық. In Perugia, people make small chocolate sweets. Перуджада адамдар кішкентай шоколадты тәттілер жасайды, sweets, тәттілер. In the UK, a lot of people have turkey on 25th December. Ұлыбританияда кейбір адамдар 25 желтоқсанда не жейді екен? Күрке тауық жейді екен. Turkey, күрке тауық. Ал балалар, осымен біздің тақырыбымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, подписация басып, егер де сабақ ұнап жатса, түсінікті болса, видеоға лайк басып, қолдап кетулеріңді өтінемін. Сау болыңдар.